Қабырғалар кості деп аталады. Оң және сол жақтан 12-12-ден 12 жұп қабырға болады. Қабырғалар 3 топқа бөлінеді. Шын қабырғалар 1-ден 7-ге шейін, жалған қабырғалар 8, 9, 10 және қозғалмалы қабырғалар 11 және 12-ші қабырғаларды ажыратамыз. Шын қабырғалар бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші қабырғалар төске шеміршектер арқылы тікелей байланысады да, латынша атауы кості вере деп атаймыз. 8-ші, 9-ші, 10-ші қабырға шеміршектері бар 7-ші қабырғаның шеміршегіне бекініп, сосын барып төске бекінеді. Сол үшін оларды жалған қабырғалар дейміз. Оларды кості спурия деп атаймыз. Ал қозғалмалы 11-ші және 12-ші қабырғалар олар төске бекінбейді. Бұлшықеттердің арасында бос қозғалмалы жатады. Сол үшін де қозғалмалы қабырғалар кості флюктуантес деп аталады. Қабырғалар кості жіңішке келген иілген табақшалар. Екі бөліктен тұрады. Кішкене келген алдыңғы шеміршекті бөлігі картилага косталис. Мына көріп тұрғандарыңыз ұзындау келген артқы бөлігі және сүйекті бөлігі ос косталис деп аталады. Сүйекті бөлігінен біз екі бетін ажыратамыз. Сыртқы беті фациес экстерна және ішкі беті фациес интерна деп аталады. Және екі жиегін ажыратамыз. Жоғарғы жиегі марго супериор және төменгі жиегі марго инфериор деп аталады. Және екі шеті болады. Омыртқалық шеті және төстік шеті. Омыртқалық шетіменен омыртқалармен байланысса, ал төстік шетіменен қабырға шеміршектері арқылы төспен байланысады. Омыртқалық шетінде біз қабырғаның басын көреміз. Капут кості деп аталады. Қабырға басында қабырға басының қырқасы болады. Криста капитис кості деп аталады. Сосын бұл жерде буындық бетін көруге болады. Бұл буындық беті арқылы кеуде омыртқаларының қабырғалық ойықтарымен буындасады. Басы бізде қабырға мойнымен жалғасады. Қабырға мойны колум кості деп аталады. Қабырға мойнында біз қабырға мойнының қырқасын көреміз. Криста колум кості деп аталады. Мойны денесімен жалғасады. Денесі корпус кості деп аталады. Денесінің басталар жерінде қабырғалық төмпек болады. Туберкулум кості дейміз. Бұл төмпекте біз буындық бетті көреміз. Бұл буындық бет арқылы кеуде омыртқаларының көлденең өсінділеріндегі қабырғалық ойықтардағы буындық бетпенен буындасады. Келесі қабырға төмпегі қабырға бұрышымен жалғасады. Ангулус кості деп аталамыз. Бірінші қабырғада қабырға төмпегіменен қабырға бұрышы бір-біріне сәйкес келіп, 12-ші қабырғаға дейін бұл төмпекпенен бұрыш арасы ұзара береді. Қабырғаның ішкі бетінің төменгі жиегінде қабырға жүлгесі жайғасады. Сулкус кості деп аталады. Бұл жүлгеде қан тамырлары мен жүйкелер жайғасады. Бұны білудің клиникалық маңызы зор болып келеді. Кеуде қуысының пункциясын жасаған кезде иненің ұшын қабырғаның төменгі жиегімен емес, жоғарғы жиегімен жіберу керек. Себебі төменгі қабырға жүлгесінде орналасқан қан тамырлары мен жүйкелерді зақымдауы мүмкін. Бірінші қабырғаға келетін болсақ, бірінші қабырға қалған қабырғаларға қарағанда өзгеше болып келеді. Біріншіден көлемі қысқа болып келеді, және басқа қабырғаларға қарағанда бұның сыртқы жиегі болады, марго экстерна, және ішкі жиегі болады, марго интерна деп аталады. Және жоғарғы беті болады, фациес супериор, және төменгі беті болады, фациес инфериор деп аталады. Және бұның қарап тұратын болсақ, ішкі жиегінде және жоғарғы бетінде біз алдыңғы сатылы бұлшықеттің төмпегін көреміз. Туберкулум мускулус скалени антериор деп аталады. Бұл төмпекке келіп, алдыңғы сатылы бұлшықет келіп бекінеді. Бұл төмпектің артқы жағында жүлгені көруге болады. Бұл жүлге бұғана асты артериясының жүлгесі болып табылады. Сукус артерия субклавия деп аталады. Төмпектің артқы жағында екінші жүлге бар. Бұл жүлге бұғана асты венасының жүлгесі болып табылады. Сукус вене субклавия деп аталады.